Сәлем баршаңызға. Бүгін мен осындай биік болып шығатын пирог жасайтын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін маған 6 жұмыртқа, сұйық май, ұн, сүт және қант, 2 пачка рыхлитель керек болады. Ең алдымен жұмыртқамды шағып алдым. Енді қантымды саламын. Мен қантты, сұйық майды, ұнды, сүтті барлығын 24 қасықтан үлкен қасықпен өлшеп алдым. Сіздерге кіші торт керек, пирог керек болатын болса, 12 қасықтан өлшеп аласыздар. Мұны сүтімді, сұйық майымды құйып, ары қарай жақсылап араластырып алдым. Енді ұнымды осындай ситаның көмегімен өткізіп аламын. Оны да ешқандай түйіршік болмайтындай араластырып аламын. Келесі ұнымды да дәл солай өткізіп алдым. Ешқандай түйіршік болмайтындай араластырып алу керек. Екінші мен ары қарай рыхлителімді саламын. Сіздер ұнмен қосып салсаңыздар да болады. Міне осындай масса шықты. Рыхлитель 12 қасықпен жасайтын болсаңыздар, әрқайсынан ол кезде 1 пачка ғана рыхлитель аласыздар. Мұны мен табамының ішіне сұйық май жағып, ұн сеуіп осылай массамды құйып алдым. 180 градуста қызып тұрған пеште пісіріп алдым. Мұны шпажкамен тексергенде осындай болып шығу керек. Құрғақ шпажкам. Енді табамнан босатып аламын осылай. Ары қарай осындай өткір пышақтың көмегімен пирогымды 2-ге бөліп аламын. Мұны менде осындай керемет воздушный пирогтар шықты. Ары қарай кремін жасайтын боламын. Креміне 500 грамм сметанаға жарты банка варенка қостым. Мұны менде осындай крем шықты. Сіздер кез келген кремді алсаңыздар болады. Варенканың орнына сгущенка алсаңыздар да болады. Мұны кремді бүкіл жеріне жеткізіп жағып алдым. Келесі осындай екіншісін бетіне жабамын пирогымның. Қалған кремді жағып, барлығын бір келкі болғанша бетіне жағып шығам. Келесі үйде кез келген қалған печеньелеріңіз болса, соны блендердің көмегімен осылай езіп алып, пирогымыздың бетіне бір келкі сеуіп шығамыз барлығын. Мұны бізде осындай керемет өте биік пирог шықты. Мұны мен сіздерге кесіп көрсетемін. Кескенде де өте жұмсақ кесіледі, қыздар. Кез келген үйде қонақтар келсе, жасап берсеңіздер болады, немесе әр күні отбасыларыңызға жасап берсеңіздер болады. Өте қуанып қалады. Шаймен ішкенге өте таптырмайтын керемет пирог шығады, қыздар. Мына осындай керемет пирог. Жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Рахмет.